Біз міне осы апарт отельге тоқтадық. Мерсиндегі жағалауға жақын жер. Міне анау үйден кейін жағалау. Теңізге кетіп бара жатырмыз. Бүгін бірінші күн. Бисмилля деп балалардың қуанышында шек жоқ. Мерсиннің жағажайына келдік. Жерорта теңізі толқып жатыр. Адамдар таң атпай міне пляжда жүр. Таңғы сағат 9. Мансұр бір сүңгіп шықты. Мағжан, Айғаным бірінші рет теңізге түсіп тұр. Эмоцияларын сыйлауы кетті. Екеуі қатты күтті бұны, Айғаным мен Мағжан. Қой. Аланияны бетке алып, жерорта теңізінің жағасын бойлай кетіп бара жатырмыз. Жол жөнекей кемінде 100 шақырымдай болды. Міне серпантинмен келе жатырмыз. Жол ирелеңдеп, біресе оңға, біресе солға бірнеше туннельмен өттік. Қарама-қарсы мына автобустар, үлкен фуралар өткен кезде кішкене қорқынышты болды. Біз ары қарай кеттік. Мерсиннен Аланияға бара жатқан жолда осындай бір бұғазға тоқтадық. Сөйтсек басынан мынандай бір зираттар екен, бейіттер. Түріктердің зираттары. Бірақ туған жылын түсеміз. Туған жылын, өлген жылын жазбайды екен. Аты жөндері ғана жазылған. Артында не жазылды? Аты жөні кісілердің қайтыс болған кісілердің аты жөндері өстіп сандық сияқты қояды екен. Кішкентай ғана. Мына теңіздің жағасында тамаша жер. Әй, болды, тоқта. Осылайша курортты қала Аланияға да жеттік. Супермаркеттен тамақ алуға келдік. Ет, жұмыртқа, еті, огурцы, картошка, сарымсақ, нан, банан, помидор деген нәрселер алдық. Тағы да қазір қараймыз. $918,000, сонда 14 мыңдай, 14 мыңға шықты. Доллар. Аланиядағы әйгілі Клеопатра деген жағажай. Жағалаудың барлығы құм болғанда шиыршық тас. Қонақ үйлер орналасқан жағажай. Жағалай. Аха, үлкен. Балалар мәз бас. Болдың ба түсіп? Қайтамыз ба? Қалай екен теңіз? Алания қалай екен? Күшті. Клеопатраның пляжы. Күшті ме екен? Ұнады ма саған? Су жылы ма? Иә. Тұзы көп емес па? Көзің ашқан жоқ па? Ашты. Кішкене ашыды ма? Толқын ұнады ма саған? Толқын ұнады ма? Толқын? Нау? Толқын, иә.
Сен өзің жүзіп үйрендің уже, е? Молодец. Не айтасың? Көрермендерге. Сау болыңыз. Жарық. Сен не айтасың, Монстр? Ау? Сен не айтасың? Ұнады ма суға түскен? Бірақ толқындар капец екен. Толқындармен соғады. Бірақ сол қызық қой оның өзі. Сол мені ұстап. Сосын не көрдің астынан, судан? Балықтар көп. Қандай балық? Да? Ұстатпай ма? Ол кетіп қалады, көбінесе осындай. Түнгі қаланы аралап жүрміз. Алланың. Түн ортасында Алтабақан тепкісі кеп кетті олардың. Біз Аланияның қақ ортасындағы Клеопатра Ренталс деген отельге тоқтадық. Бұл жаңадан салынған, енді ғана ашылған отель. Ал, қош келдіңіздер. Біздің апарт отеліміз осы. Қонақ үйіміз. Бірден көрсете кетейік, мына жерде біздің бассейн бар. Және айта кету керек, біз тоқтаған отельдердің ішіндегі ең ұнағаны осы болды. Бірден бірінші қабаттағы мынау спорт залымызды, фитнес залымызды, сосын мына жақта джакузиді, саунаны көрсете кетейік. Сосын мына жақта бассейн. Бассейннің қызығын балалар көрді. Енді кеттік. Жоға қабатқа көрдік. Кеттік жоғарға. Операторды таныстырып өтейін деп па? Балам операторлық үйренеді. Біз 5-ші қабатта жаттық, бірақ 2 қабатты отель болды біздікі. 4 бөлме. Сіздерге көрсетемін. Басатыр болса. 13-ші бөлмеде жаттық. Бірден кірген бетте сол жақта ас бөлме, демалатын бөлме. Және мына жақта ас дайындайтын кухонный. Және бұл жақта бізде балкон болды. Балкон, терраса. Өте үлкен терраса. Міне машинеміз астында тұр. Тура есігіміздің алдында бассейн бар. Қарама қарсы бәрі отельдер. Ар жақта мына үйлердің ар жағында теңіз. Ар жақ тау. Так. Ары қарай кеттік. Холодильник, пеш бәрі істеп тұр. Так, мына жақ біздің жуынатын бөлме. Стиралкаға дейін бар. Мына жақ біздің бөлме болды, жататын. Мына жақта айтпақшы балкон бар. Міне, мына жақта терраса. Әр бөлмеде кондиционер. Және мына жақ балалардың төмен қабат. Балалардың бөлмесі. Бірінші ұлдардың бөлмесі. 2 ұл жатты. Кондиционері бар. Жуынатын бөлмелері. Мына қыздардың бөлмесі.
үтікке дейін, кимелішке дейін бәрі бар. Бәрін әдемі жасаған. Және бір жақсысы бұл жаңа отель болды. Біз бірінші қонақ ретінде кірдік. Бізге дейін адам болмаған. Ал біз Түркиядағы сапарымызды ары қарай жалғастырдық. Үлкен антикалық қаланың орнына келдік. Осының бәрін мұстап сақтап қойған ғой. Грек тілінде шығар ма? Грекше жазулар ғой. Бұл енді гректердің қаласы болған ғой ең бірінші. Көп этаж үйлер сияқты. Неше бөлмесі бар. Времянкалар сияқты ғой біз қазіргі. Бірнеше бөлмелері бар. Ну, не такой, там что? Ау. Говорят, ты там? Какой-то замок был раньше. Аня, она где? Я, сон. Вот она где? Тарихи орынға келдік. 1000 жыл бұрын салынған таста қаланған. Можно же обратно пройти. Біз Алания мен Анталияның ортасында орналасқан тарихи һәм курортты қала Сидеге келдік. Бұл жерде ежелгі гректердің, сондай-ақ римдіктердің салып кеткен архитектуралық ғимараттары өте көп. Ал жалпы Сиде деген өзі грек тілінен аударған кезде анар деген сөзді білдіреді екен. Яғни бұл жерде анар көп өсті деген сөз. Біз осы міне амфитеатрдың қасында тұрмыз. Мына жақта ремонт жасап жатыр, қақпасында. Мына енді колонналар тегіс қып жасалған да, бір лазерный станокпен тура кескен сияқты. Осында бірнеше колонна тұр. Жолдың мына жағында да бар. Ежелгі римдіктер, гректер осындай колонналарда салтанатты сәулетті ғимараттар салған жақсы көрген ғой. Бірақ енді қалай кесті екен осыны? Қалай теп-тегіс қып қашады екен? Амфитеатрда есігін жауып қойып. Ежелгі бір қаланың ортасындағы бір алаңға келдік. Колонналар тұр. Енді бұл жер бір алаңқай болған шығар, площадь. Өздерінің жиналыс өткізетін, демалатын жері болуы мүмкін.
Havuz var, su jинайтын жер ма bu? Осылай келесің де теңіз. Бұл античный город тура теңіздің жағасында тұрған ғой. Қарасаңшы. Өткен әдем. Қоқсық, жер көптің бәрі қоқсық. Мына жабық екен ғой. Жабық пляж екен. Жабық пляж екен. Ладно, Сиденің орталығы. Сиденің жаңа орталығы, сауда орындары, кафелер. Біздің балалар тағы мороженое жегісі келді. Балмұздақтың нормасын орындап жатыр. Kebab, kuchaki barona kebaba. Baranina kebaba, get for service please. Машинаның түсі ерекше болған осындай да жақсы. Бірден табасың ғой. Жарқ етіп көз алдыңа көрінеді. Күрең айғырым осы. Пешкас. Қалай? Сен сынап отырмай екен?